Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллахи амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, құрметті бауырлар. Мынау маған көптеп осы Ражаб айының оразасы туралы, Ражаб айындағы намаздар, ғибадаттар туралы сұрақтар келіп жатыр. Оған кеш жауап беріп жатқанына кешірім сұраймын әлбетте. Бірінші айтпақ болған мәселем ол Ражаб айының оразасы жайлы. Осы мәселені мүмкін біз үшке бөлерміз. Бірінші сол әхліл илм, яғни білім егелерінің сөздерін айтып көрейік. Екіншіден соған кішкентай дәлелдеріне тоқталып өтіп, үшінші қосымша ретінде тоқталып кетейік. Енді Ражаб айының оразасы жайлы айтылған сөздер. Біріншіден, 4 мазхаб бірдей бұл сөздерді негізі жоққа шығармайды. Оған дәлел мысалы Маусуатул Куайтия кітабының 95-ші бөлігінде 28-ші бетте былай деп келеді: «Захабал джумхурул фуқаха вал ханафия вал маликия вал шафиия иля истихбаби саумил ашхурил хуруми ва сарах хуруми». Енді осы бір сөздің өзі жеткілікті болар деп ойлаймын. Ханафи, Малики, Шафии мазхабтары джумхур, яғни көпшілік ғұламалар Ражаб айы қосқанда, яғни ашхурул хурум, харам айларында ораза тұтуды мұстахаб деп білген дейді. Маликия, Шафия болса ашхурул хурумның ең абзалын Мухаррам, сонан кейін Ражаб деп айтқан екен. Ханбалилер екіге бөлінгендігін айтады. Көп жартысы Ражаб айын ораза тұтуға дұрыс деп білген, бір жартысында бір кішкентай бір хадистерге сүйеніп оған тыйым салғандығы бар. Одан бөлек басқа мазхабтарды алсақ, Джафария болсын, Зайдия мазхабтары болсын, тіпті имам Шауканидің мазхабы болсын, бұл кісілердің барлығы бір ауыздан бұны қолдайды. Ражаб айында ораза дұрыс деп біледі. Ханафи мазхабындағы дәлел ол Фатауал Хиндия кітабында келеді. Бірінші том 202-ші бетінде келеді. Бұл Ражаб айына ораза тұтуға болады деп айтылатындығы. Екінші, Маликия мазхабында Кифаяту Талиб, яғни бір мысалдан кітаптан келтіріп отырмын. Өткен бірнеше кітаптан да айтуға болар еді, енді уақыттың тарлығынан. Малики мазхабында Кифаяту Талиб деген кітаптың 2-ші томы 407-ші бетінде келеді. Шафии мазхабында имам Науауидің Әл-Маджму деген кітабы 6-ші том 439-ші беті. Одан бөлек Ибн Хаджар Асқаланидің Фатауа кітабында 2-ші том 53-ші беттен бастап келеді. Тіпті ол кісі осы жерде қатты айтқандығы, Ражаб айының оразасын тек қана надан адам ғана мойындамайды. Оны Ражаб айында ораза тұтуға болмайды деген адамды қазы адам жаза қолдансын деген тіпті сөздері де бар. Ханбали мазхабында ең ірі кітаптардың біреуі, авторитет кітаптарының Әл-Муғни Ибн Қудаманың. Осы кітабында 3-ші том 53-ші бетінде де келеді. Имам Ахмадтың сөзін келтіріп айтады. Дәл осы сөзді тіпті Ханбали мазхабы деп айта берейік. Ибн Таймия өзінің Фатауал Кубра кітабының 2-ші томы 479-ші бетінде айтады. Ражаб айын бір өзін басқа айды тұтпай, тек сол айды ғана толықтай тұту дұрыс емес, бірақ сол айдың ішінде бір күн тұтып, бір күн тұтпай, өзінің қалағанша тұтса, немесе сол Ражаб айының жанына Шабан айында қосып ораза тұтатын болса, онда оған ешқандай зияндық жоқ деп айтады. Сондықтан осы жерде бір қортып кететіні, қазіргі кезде кейбіреулер Ражаб айында ораза тұтуға болмайды, ол бидат екен, ол басқа екен деген адамдардың сөздерін тыңдамаңыздар. Ол біріншіден ол надандық, екіншіден ол біздің әхлі сүнна уәл жамааның мазхабының біреуінің де айтқан сөзін айтылмаған сөз. Ражаб айында қалағаныңызша ораза тұтыңыз. Ол бір. Екіншіден, бұған дәлелдер, джумхур ғалымдардың, бүкіл ғалымдардың дәлелдері бірнеше топқа бөлінеді. Біріншіден, мұтлақ саум. Мұтлақ, яғни нәпіл ораза жайлы дәлелдер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның әсем бір әдемі хадисі бар. Адам баласының әрбір амалы өзі үшін тек қана ораза олай емес, ораза мен үшін деп
айтқан пайғамбарымыздың келтірген әдемі Алла тарапынан айтылған сөзі бар. Сондықтан әрбір нәпіл ораза ол Алла үшін болып саналады. Одан бөлек харам айлардың оразасы жайлы да дәлелдер көп. Солардың біреуі имам Науауи да, Ибн Хаджар да бұл хадисті көбірек келтіреді. Бұл Муслимде де, Бухариде, басқа да хадистерде келген сум минал хуруми ватрук деген пайғамбарымыздың хадисі. Харам айларынан қалағаныңша ораза тұт және қалағаныңша таста деген сөзі бар. Осы сөздерді дәлелге келтіріп айтатынымыз, бауырлар, негізі осы сахих хадистерге дәлел қылып, ғалымдарымыз харам айлары, соның ішінде Ражаб айында ораза тұтуды дұрыс деп біледі. Тағы да бөлек Ражаб айына өте анық келген хадис, бұл имам Насаиде келген хадис, 4-ші том 201-ші бетте келетіні. Енді өте қысқартып айтып кетейін. Я Расулалла, ләм арака тасуму шахран мина шухури ма тасуму мин шаабани. Бір кісі пайғамбарымыздан сұрапты: Я Расулалла, сізді Шаабаннан артық нәпілді орындап атқаныңызды көрмедім, неге бұлай деп сұраған екен. Сонда айтады ол кісі: Қала ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفَلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. Яғни бұл Ражаб және Рамазан айының оразаларымен адамдар қызығып кетіп, оны ұмытып кететін ораза болғандықтан мен Шабанда көп ораза тұтам деген екен. Осы хадисті имам Шаукани келтіре отырып, Найлул Аутар кітабында әдемі бір сөз айтады. Бұл Ражаб айын, Рамазан айын адамдар, яғни сәләф салихтар, сахабалар өте көп тұтқандығы дәлел болып тұр. Шабан айын азырақ тұтқандығы дәлел болып тұр. Сол үшін пайғамбарымыз Шабан айында қосып тұтыңдар деген мынау хадис Ражабты жұрттың барлығы сахабалар тұтқандығы, пайғамбардың өзі де тұтқандығына дәлел бола алады деп келтіреді. Одан бөлек тағы да бір әдемі дәлел ретінде айтып кететініміз, ол фадайлул амал жөнінде, яғни сауап, нәпіл амалдар жөнінде. Бәрімізге белгілі, нәпіл амалдар жасау үшін адамдарға заиф хадистің өзі жетерлі болады. Біздің Ханафи мазхабында мурсал хадистер, мұнқати хадистер, мауқуф болған хадистердің өзі де фадайлул амалға жетеді. Бұл тек Ханафи емес, басқа мазхабтардың бәрінде жетеді. Егер кім бұл заиф хадистерге мүлде фазайлул амалға да амал қылынбайды десе, ол онда анық фиқ ғылымын білмеген, шариғатты білмеген надан адам ғана. Сол үшін оған дәлел ретінде мен Ибн Хаджар Асқаланидің Фатауа кітабында 2-ші том 86-ші бетіндегі әсем бір сөздерін келтірем. Уасу иля нафааллаху бихи ан хадис. Пайғамбарымыздың мынау хадистерін о кісіден сұрапты. Инна фил джаннати нахран юқалу лаху раджабу мауху ашадду баядан минал лабани ва ахла минал асали ман сама яуман минал раджаби сақаху Аллаху мин далика нахри. Джаннатта Ражаб деген бір дария бар екен, сүттен ақ, балдан, әселден тәтті болады екен. Кім Ражаб айынан бір күн ораза тұтса, Алла тағала сол дариядан о кісіні сусындатады екен деген. Не дейсіз? Немесе тағы да бір хадис бар. Кім бейсенбі, жұма, сенбі күндері ораза тұтатын болатын болса, оған 700 жылдық ғибадат жазылады екен. Кім Ражаб айының бір күнін оразасы тұтатын болса, оған 7 күн ораза тұтқаннан сауабын жазады. 7 жаһаннамның есігі жабылады. 8-ші күн ораза тұтатын болса, 8 жәннаттың оған есігі ашылады. 10 күн тұтатын болса, онда ол кісі бүкіл жаңалдегі жақсылықтың бәрін жинап алған болады деген хадис бар екен. Бұған не дейсіз? Бұл өтірік хадис ба, шын ба деп сұраған екен Ибн Хаджар Асқаланиден. Сонда ол кісі жауап береді. Фаджаба лайсат маудуа бәл даифа. Бұл хадистер өтірік хадис емес, бұлар заиф хадистер. Фатаджузу риваятуха, оны риваят қылу дұрыс. Вәл амалу биха фил фадаил. Сауап амалдарда оған амал қылу дұрыс деген хадис. Осы хадистерге. Міне, осы айтылған сөздердің өзі жеткілікті болады деп ойлаймын. Ражаб айларында шамаңыз келгенше ораза тұтыңыз.
тек ражаб айын емес, одан кейін келе жатқан әсем шағбан айында тұтыңыз. Осы 2 ай Рамазан айына иншалла дайындық болсын. Қорыта айтатынымыз бауырлар, ражаб айында ораза тұтпайды, тұту бидағат деген адам, сауатсыз адам, ол кісінің сөзіне құлақ салу сауатсыздық болып саналады. Ал енді ражаб айындағы басқа амалдар, біреулер арнайы умра барады екен ражаб айында, немесе арнайы құрбандық шалады екен, арнайы 70 ракағат намаз оқиды екен, арнайы бір түндер бар екен десе, Ханафи мазхабы бойынша оған үлкен ірі авторитет кітаптарда келмеген. Және сахих үлкен хадистерде де, тіпті амалға жарамды болатын заиф хадистерде де келмеген. Білім егелері, ірі үлкен ғалымдарымыз бұл түндер бар болғанменен ол түндердегі арнайы намаздарды, арнайы құлшылықтарды дұрыс көрмеген. Тек шамаңыз келгенше көп құлшылық етіңіз, түнгі намаздарыңызды көбейтіңіз, күндіз оразада болыңыз, көбірек Құран оқыңыз, пайғамбарымызға көбірек салауат айтыңыз. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Арнайы ражаб айында ғана умраға бару сауап екен деп олай ойламаңыз. Басқа осы Зүлқада, қаж маусымындағы басқа айларды санамағанда, сол басқа уақыттың барлығында умра қалағаныңша умраға баруыңызға болады. Оны тек қана ражабқа деп бекітіп қою дұрыс емес. Одан бөлек құрбандық шалуда сондай, тек қана ражаб айында құрбандық, әдемі құрбандықтар шалынады екен деген бұл қате пікір. Бәлки басқа уақытта да қалағаныңша нәзір құрбандықтарын шала бересіз. Яғни нәпіл үшін Аллаға атап қалағаныңша құрбандықтар шала беріңіз. Алла тағала құлшылық ғибадаттарымызды бәрімізді қабыл етсін. Осы ражаб айында жасалған, шабан айында, енді сонымен Рамазан айына осындай бір сағынышпенен кіріп келейік деген ниеттемін. Алла тағала баршамызға саулық, амандығын берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.